Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода біз сіздермен өте дәмді болып шығатын осындай чебурекилер дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп кетуді ұмытпа. Ыдысқа алдымен қайнап тұрған ыстық су және тұз салып жақсылап араластырамыз. Кейін сұйық майымызды құйып, араластырып, одан кейін ұнды илектен өткізіп салып, видеода көрсетілгендей етіп жақсылап қамыр илеп шығамыз. Суымыз ыстық болғандықтан алдымен қасықпен, одан кейін бірақ ақырындап қолдың көмегімен жақсылап қамырымызды илеп шығамыз. Бізде осындай жұмсақ, әрі қолға жабыспайтын қамыр шығуы тиіс. Енді осы қамырымыздың бетін жауып немесе салафанға салып қойып қоямыз. Оған дейін салмамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін пиязымызды жақсылап ұсақтап турап, тартылған етімізге қосамыз. Кейін тұз және қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз сочный болуы үшін шамамен 100 мл су құямыз. Енді қамырымызды алып, видеода көрсетілгендей сопақша етіп созып, қамырымызды кішкентай бөліктерге бөліп шығамыз. Енді осы қамырларымызды жаюға ыңғайлы болуы үшін видеода көрсетілгендей етіп домалақтап дайындап қоямыз. Бұл қамырлардың граммын шамамен 20-30 грамм арасында етіп жасадым. Біздің қамырларымыз кеуіп қалмас үшін бетін сүлгімен немесе пищевая пленкамен жауып қойсаңыздар болады. Енді дастарханымызға аз-аздап ұн сеуіп, жақсылап жұқа етіп қамырымызды жаятын боламыз. Енді видеода көрсетілгендей етіп, қамырымыздың жартысына салмамызды салып, одан кейін осылайынан бетін жауып, алдымен қолдың көмегімен жақсылап шеттерін жабыстырып шығамыз. Одан кейін ақырындап осылай шаңышқының көмегімен басып шығатын боламыз. Осылай барлық чебуректерімізді жасап шығамыз. Енді қызып тұрған майға чебуректерімізді салып, алдымен бірінші жағын, одан кейін екінші жағын жақсылап қызартып, қуырып шығамыз. Осылайша барлық чебуректерімізді қуырып шығамыз. Міне достар, біздің чебуректеріміз дайын болды. Өте дәмді, қытырлақ, сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Және де каналыма тіркеліп, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.